Welcome to our lesson. Today's lesson about numbers. Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Және бүгінгі сабағымыз сандар туралы болмақ тағы да. Және де өзіңнің Pupils Book'тың 24-ші бетін аша қой. Please open your Pupils Book at page 24. Аштың ба? Okay. 10-ші тапсырманы қара. Please look at your book and please task 10. Count and write. Сана және жаз дейді. Count, яғни сана дегеніміз count. Count. And write ол жаз деген сөз. Okay. Қазір біз санаймыз. Ол үшін біріншісін саған көрсетейін. Бірінші суретте бізде ол кітап тұр. Кітап қанша кітап бар мына жерде? Қанеки, сен өзіңнің кітабынан сана, мен мына жерден қарап санаймын. 1, ағылшынша санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. I see only 5 books. Мен тек қана 5 кітап көріп тұрмын. Ал сен ше? And you? Сенде де 5 кітап көріп тұрсың, Окей, сол кітапты әдемілеп бояда өзің астына дөңгелекшеге 5 деп жаз. Окей? Please write the number 5 below the book. Окей? Енді ары қарай өзің жаза аласың деген ойдамын. I'll give you 2 minutes. Okay, let's play. How many, for example, pens or pencils? Okay? Қазір балақай, біз how many деген ойын ойнаймыз. Сен санайсың және айтасың, атайсың санды, Okay. How many pencils do I have? Қанша менде қарындаш бар? Менде 3 қарындаш. I have 3 pencils. Окей, енді қазір бұны неге айтып атым саған? Өйткені біз қазір бейнебаянды тамашалайтын боламыз. Бұл бейнебаянда сенен сұрайды. How many pens? How many pencils? How many books? How many rubbers? Осылай сұрайды сенен, ал сен тез санап, ағылшынша санын айтып бер. Жарай ма? Только тез айт. Окей? Let's start. How many? Look and listen. How many pens? 4 pens. Now you answer. How many books? 1 book. How many rubbers? 8 rubbers. How many school bags? 6 school bags. How many pens? 10 pens. How many pencils? 5 pencils. How many books? 3 books. How many school bags? 2 school bags. How many rubbers? 9 rubbers. How many pencils? 7 pencils.
Окей, балақай. Көрдің ба? Сен енді how many деген сұраққа жауап бере аласың. Ал what's this деген сұраққа жауап бере аласың ба? What's this деген, бұл не деген сұрақ, я? Ендеше қазір мен сенімен ойнамақпын. Open your books at page 25. Я, 25-ші бетті аша ғой. Сол 25-ші бетте мұғаліммен бала ойнамақ. Енді сен менің қасымда болмағандықтан, мен сенімен онлайн ойнайтын боламын. Жарай ма? Менде мынандай көзге жабатын нәрсе бар. Қазір мен көзімді жабамын да, мына сумкемдегі заттарды шығарамын. Ал сен сол заттарды ата. Жарай ма? Ал кеттік. Let's go. Міне, көзімді жақсылап отырып жаптым. Қанекей, сумкамды алдым. This is my bag. Окей? Қазір мен сумкамнен бір нәрсе шығарайын. Окей. What's this? Бұл не? Тез атай ғой. What's this? Қалай жауап береміз? It's a book. Окей, мен кітап екен қолменсіз қойдым. Келесі. What's this? Мен көріп тұрған жоқпын. I can't see. Мен көре алмай тұрмын. Сен айтшы маған. What's this? It's good. Дұрыс айттың деген ойдамын. Келесі. The next. What's this? Yes, you are right. Керемет. Сен бәрін тауып қойдың ғой. Так, тағы да не бар менде? Қазір. What's this? Yes, менде қолменсіз қойдым. It's a rubber. And what's this? It's a bag. Good job. Good job. Керемет. Мен сенімен күшті ойнадым, маған ұнады сенімен ойнаған. Окей? Енді керемет болды бәрі. Келесі, my school things. Енді сен де осылай анаңмен, немесе үйде ата-апаң болса да, осындай мен сияқты көзіңді жауып, сөмкеңнен бір затты алып, what's this деп сұрап, қолмен сезіп, oh, it's a pen. Oh, it's a rubber деп жауап берсең болады. Окей, балақай, енді біздер үй жұмысына да кезек келді. It's home task time. Үй жұмысының уақыты. Окей, please open your activity book at page 31. 31-ші бетті ашшы жұмыс дәптерінің. Соның 31-ші бетінде бізде жасырынған заттар тұр. Ол не екен сен пішініне қарап біле аласың, я? Соны сен жақсылап отырып, кітабыңның артында стикерлер бар. Сол стикерлерді осы сәйкесінше пішінге, сөмке болса сөмкені жабыстырып, қалам болса қарындаш жабыстырып, стикерлерді жабыстырып келу тапсырма. Окей, үй жұмысын барлығын жазып, тапсырып, жабыстырып, жабыстыратын нәрсенің бәрін болғаннан кейін маған әдемілеп отырып фотоға түсіріп, жібере ғой, суретке түсіріп, окей? Және келесі сабақ бізде одан әрмен қызығырақ болмақ, және осы күнге дейін алған білімімізді одан әрі дамытамыз бірге. Сондықтан да келесі сабақта кездескенше see you soon.